Биыл Хакім Абай данамыздың 180 жылдығы республика көлемінде үлкен ауқымды шаралар ұйымдастырылып, жалпы Абай мұрасы, Абайдың даналық сөздері дәріптеліп, жалпы Абайдың үлкен құбылысы, Абай танымы, Абай насихаты деген сияқты үлкен жолдар, үлкен жұмыстар әлі де уақыт еншісінде өзінің үлкен қазынасын жарқырата береді деген сенімдеміз. Себебі Абай өлмес мұраның, өшпес мұраның иесі. Сондықтан да жалпы ұлтты, халықты адамгершілікке өз заманында күйіне де отырып, сүйіне де отырып жазған шығармаларының бірі ол Сегізаяқ. Сегізаяқ жырын орындап берейін. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисынын тауып, тағаны жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзу, кестенің бізей, өрнегінсіздей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бәрі ола алмас. Қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ ой құлақ. Болмасын кекшіл, болсайшы көпшіл, жан аямай кәсіп қыл. Орынсыз ыржаң, болымсыз қылжаң, болама дәулет нәсіп бұл. Еңбек етсең ерінбей, тояда қарның тіленбей. Сауданың ебін, пайданың тегін, үйреніп ойлап мал ізде. Адам бол мал тап, адал бол байтап, қуансаң қуан сол кезде. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Қайнайды қаның, ашиды жаның, мінездерін көргенде, жігерлен сілкін, қайраттан беркін деп насихат бергендей. Ұятсыз арсыз салтынан ауғалы қыпта кетер артынан. Атадан алтау, анадан төртеу, жалғыздық көрер жерім жоқ. Ағайын бек көп, айтамын ептеп, сөзімді оғар елім жоқ. Моласындай бақсының, жалғыз қалдым тапшының. Моласындай бақсының, жалғыз қалдым тапшының.